Ал құрметті достар, біз жалғастырамыз автокад программасын үйрену. Бүгін біз координаталық система туралы түсіндіріп кетейін. Яғни ол қалай жүзеге асады. Мектеп программасынан геометрияны білсеңіздер, x, y жүйесі бар, z деген бар. Яғни біз ол z қазір бармаймыз. X, y жүйесі. X деп отқан сандар, яғни ол нақтан сол жақтан бастап оңға қарай плюс сандарға өседі, яғни минус келеді. Ортада 0 болады. О 0 система координата нүктесінің бас нүктесі деп аталады, немесе ортасы. Яғни сол жақтан бастап минус сандар кетті, 0-ге тоқтайды, оңға қарай өседі. Керісінше y өседі, төменнен бастап жоғары қарай өседі. Яғни біздің нүктеміз мына, біз А нүктесіміз болса, яғни бұл жерде бірінші x, y қойылады. Білетіңіз, бірінші x алынады. X-і 2 болады. X-і қандай болып тұрса, соны санды алынады. 2, y 2, яғни екеуі де оң сан болады. Мына жерде x-іміз біздің x-іміз оң болады, y-іміз бізде теріс сан болады. Мына жерде бізде x-іміз де y-іміз де теріс сан болады. Мына x-іміз терісті, y-іміз оң сан болады. Бұл енді автокад программасында қалай команда жазылады. Білуіміздер, бізде жаңа линиямызды аламыз. Сол бойынша сызайық. Біз яғни мынандай жазу сызайық. Бізде x-іміз 20 болсын, y-іміз 30 болсын. Сол гипотенуза сияқты сызайық, яғни береміз бізде. Күзген жерін ұстай саламыз. Бірінші жазамыз, ағылшын тілге қоямыз. Собачка. Бірінші x-іміз жазамыз. X-іміз 20 дедік. 20 қоясыз. Үтір қоясыз обязательно. 30 дейсіз. Міне шықты. Енді өлшейік. Линейный. Міне бізде x-іміз 20 болды, y-іміз 30 болды. Немесе қайталайым тағы да. Міне нүктесін қойдық. Собачка деп жазамыз. X-іміз 30 дейік, 30, үтір қоясыз 50, например. Немесе енді 30-да 5 болсын, 30 жарым болсын. Ол қалай жазылады? Собачка 30 бүтін сандарды, аралық сандарды точка қоясыз да, 5 дейсіз, үтір қоясыз. Сосын 40-та 5 деп жазасыз. Жазылды. Енді біз бұл системаны түсіндіңіздер. Енді келесі біз енді мынаның ішінен осында 4 бір жасайық. Яғни ол x-іміз біздің 30 болсын да, y-іміз 30 төменде сызылу керек. Яғни бірақ бір-бірін жалғаспау керек. Ол қалай жүзеге асырылады? Бірінші линияны аласыз, сосын контур оң жақты басасыз. Режиме привязкаға сізде жаңағы бүкіл көрсетем. Бұл не ол? Режиме привязка деген мен көп тұрсаңыз конецке бастап сызуға болады. Егер бастаңыз, конецтен алып кетесіз. Одан кейін линияның бойынан сызуға болады. Линияның қақ ортасы үшбұрышпен белгіленеді мысалға. Сондай бүкіл белгілерді қою үшін сізде программа жаңадан орнатылса, ол белгілер болмайды. Выбрать все дейсіз де, окей дейсіз. Келесі енді линияны аламыз. Енді тағы да контур оң жақты басасыз. От дегенді қоясыз. От. Яғни ол линиядан не сызып кетпейді, просто секіріп кетеді белгілі бір команда арқылы. От бастағы оқып отырасыз. Базовая точка. Сіз қай жақтан бастапсыз, соны көрсеттіңіз. Енді ағылшын тілге қойдым. Жаңа айтқанда собачка x бойынша маған 30 керек. Үтір y бойынша маған 40 керек. Яғни төменге қарай жүру керек болсын, минус 40 деп беремін. Міне, көрдіңіз, бірінші нүктені алдық. Келесі енді жаңа ортаға қойып та соғылады тік сызықтарды. Немесе жаңа командамен бізде x-іміз менің düzü sızық болсын, яғни x-іміз менің 40 болсын, линияның ұзындығы, бірақ y-іміз бізде düzü sızық болғандықтан y-іміз бізде 0 болады. Ол собачка 40 үтір 0. Осылай да сызығы болады, например. Тағы да қайталайым. Линия мынақтан көрейін. Контур оң жақты басасыз, от басасыз. Мынаны бастыңыз. Собачка дейсіз. Смещение деген жазу шықты. Енді сосын бар собачка дейсіз. Керісінше маған x-і минус 40 болсын, үтір y-і төмен болады, яғни ол да минус 40 болады. Ортаны қойып та сызуға болады, мысалы 40 деп. Немесе собачка минус 40-та үтір 0 дейсіз. Ал төменге сызатын болсаңыз, бізде төменде x-і яғни жоқ болады, значит ол 0-де, төмен минус 40 мысалы төменге сызатын болсаңыз. Міне біз бұл от деген команданы
Біз кез келген инструментке пайдаланады, кругқа да пайдалануға, тағы да жаңағы круг, центр круга деп тұр. Центрін берсеңіз, көрсете алмайсыз. Мысалы, сізге именно белгілі бір расстояниеде керек ол үшін контур оң жақ басасыз. От деген басасыз, көрсетесіз. Қайталайын тағы да. Круг шақырдыңыз, контур оң жақ басасыз. От. Не жерде қарап отырсыз, базовый точка дейді. Базовый точка шықты. Сосын барып көрсетесіз. Базовый точка шықты. Көрсетесіз. Собачка 40-та тұр, минус 40 мысалы. О, шықты міне круг. Енді беріп отырған радиус кругын жазасыз. 10 деп, или оң жақты басып, диаметр дейік. Пока 10 дейік. Енді келесі тағы да қайталайын. Круг шақырасыз. Центр круга деп тұр. Команда осы кезде бар. Контур оң жаққа қарасыз. От деген басасыз. Базовый точка дейді. Сол кезде барып көрсетесіз. Сосын жазасыз. Собачка минус 40-та өтір минус 40. Енді маған диаметр керек. Радиус кругын жазып тұр. Мен диаметрін шақыру үшін. Жақшаның ішіндегі ол неактивный команданың шақыру үшін оң жақты басасыз. Диаметр мысалы 30 дейік. Диаметр 15. Болды. Енді бұл команда түсінікті шығар деп ойлаймын. Келесі команда распечатка. Ол қалай жүзеге асады? Распечатка қалай жүзеге асады? Ол үшін файл, печать. Файл печать экраны ашылды. Яғни бізде бұл жерде принтердің атын таңдаймыз. Canon MF30-10 мендегі принтер. Сосын формат A4, сізде қандай принтер ұнатса, сол форматтар көрсетеді. Сізде A3, A1 шығарылатын болса, A4 соларда шығады. Менде жоқ болғасын, тек қана A4 ғана тұр. Болды. Одан кейін бізде книжный альбомна деп тұр. Альбомнан басам. Сосын, что печать дейді, осы жерден кіресіз. Маға рамка деген таңдайсыз. Рамканы көрсете шығаратын аймақта раз. Сол жақты басасыз, 4 қолыңызды жібермей тұрып, екінші жағынан тағы бір басасыз. Шығып тұр. Енді бізде сызығымыз қызыл жанып тұр, көп тұрсыз ба? Яғни бізде жаңа шықпай қалады. Сондықтан осы аймақта центрировать ортаға қоясыз. Одан кейін просмотр деген басасыз. Міне қағазыңыз шығады. Осы кезде распечатка деп шығара берсеңіз болады. Окей. Окей. Немесе окей. Енді бір шығарғаннан кейін сіз қайта-қайта кіріп өзгертіп жүресіз. Сондықтан өзгертпеу үшін сіз лучше осы жерге имя деген сіз добавить етесіз. Набор 1 дейсіз. Яғни бүкіл осы берілген параметрлеріңіз бәрі сақталады. Окей дейсіз. Окей деп, окей дейсіз. Қағазыңыз шығады. Енді келесі парақ шығару үшін тағы да Ctrl-P-ны басасыз. Енді қайталап отырмайсыз бәрін. Аласыз, имя кіресіз, набор дейін көрсетесіз, рамкаңызды көрсетесіз, қайтып сызасыз. Сосын барып, окей дейсіз. Болды. Осымен жаңағы біз бүгінгі сабақта координаттық системаны үйрендік, бізде распечатканы үйрендік. Енді координат система тағы да енді градуспен бар, соны көрсетіп жіберейін. Мысалы, бізде мына линиямыз тұрсын, бір 45 градуспен ұзындық берілсін. Мысалы, размер, көрейік ма ұзындық қанша болды. 71-де 16 дейді, 72 дейік мысалға. Бізде енді бұл системада оның өзінің нәрсесі бар. Яғни градус сызу үшін бізде 0 градус 0, 90, 180, 270, 360. Яғни бізде градус бұлай болса сағаттілі градус өлшегенде бізде керісінше болады. Яғни ол үшін мысалға 70 дейік, 45 градусты сызу үшін собачка ұзындығын береміз 70, өттір 45 дейсіз. Міне көрдіңіз ба? Ал енді собачка 70, бұрыш деген белгіні қоясыз. Бұрыш shift пен B-ны ұстайсыз. Бұрыш минус 45 дейсіз. Тағы да көрсетейін. Собачка 70 жазасыз. Shift пен B-ны ұстайсыз.
60